Сәлем достар, бүгін мен мына сыныпта 16 оқушы жинадым. Осы сыныптан ең соңғы шыққан оқушыға 20 теңге беремін. Бұл видеода әртүрлі сынақтар мен түрлі көңіл күйлер күтуде. Ал біз бірінші сынақты дәл қазір бастаймыз. Алдымен бірінші тапсырманы бастамас бұрын мектептің президентін мен ортаға шығарып алсам. Мектептің президенті келеміз. Мына жерде отыр. Мына жерде отыр. Мына сандықта жасырылған заттар бар. Сандықтардың ішінде тек көңілді смайлик немесе қайғылы смайликтер бар. Қайғылы смайлик шыққан оқушы ойыннан қоштасады. Көңілді смайлик шыққан оқушылар келесі кезеңге өтеді. 16 оқушыға 16 сандық бар. 6 сандықтың ішінде қайғылы смайликтер жасырылған, ал 10 сандықтың ішінде көңілді смайликтер жасырылған. Баста кім шақырасың? Ильяс, кел. Өзің ешкім көрмейді. Мына жерде тұр Ильяс, болды. Ешкім көріп, мына қолын жабасың, ешкім көрсетпейсің. Асан өтетін зат бар дейді. Сенесің ба, сенбейсің ба? Бұл сандықты сен өзіңе аласың ба, әлде қалдырасың ба өзіне? Өзіңе аласың ба? Тәуекел жасап алам дейді. Сандықты бер. Осы жерде енді сандықты ашамыз. Өкінішке орай. Ильяс, оқушым, айналайын, қапа ма? Ең бірінші ойынан шыққан үшін саған 1000 теңге. Ильяс, енді ойынан ең бірінші шығып баратсың енді. Не айтасың енді? қалғандарынан сәттілік. Мен шымане бұл ойында мен 20 теңге ұтамын деп қоямын. Бір ойыншыға орай шығып кетті. Амал жоқ, ештеңе қылмайды. Алдағы уақытта тағы ойнап тұрам. Мүмкін сол кезде ұтасың. Енді келесі кім шақырасың? Шұғыла, кел. Шұғыла, кел. Не бар ішінде? Асан Ильяс сияқты боласың дейді. Алдап отыр ма, тура айтып отыр ма? Аласың ба? Точно аласың ғой, я? Бер. Аш. Ойында қалды. Ойынды жалғастыра келе оқушылардың бірі ойыннан қоштасса, кейбір оқушылар келесі кезеңге өткеніне қуануда. Осылайша бұл сыныптан 6 оқушы ойыннан шығып, 10 оқушы келесі кезеңге өтті. 10 оқушылардың ішінен тек қана бір оқушы ғана 20 000 теңге жеңе алады. Ал біз екінші кезеңімізді дәл қазір бастаймыз. Ал енді екінші кезеңге дайынсыңдар ма? Ал мінеке екінші түрімді бастайын деп жатырмыз. Екінші кезеңімізді бастамас бұрын жұптасыңдар. Екеуден жұптасып алыңдар. Екінші кезеңіміз Дженга ойыны. Дженга ойын білеміз ба? Оқушылар бірден ойынға кірісті. Қыздар асықпай қорқып ойнаса, жігіттеріміз іске кірісті. Және көп ұзамай нағыз бақталастық басталды. Машина ұзарған сайын өзіңді жинақ ұстамасаң, олар құлайды. Ал жеңілген оқушы ойыннан шығады. Екі қыздың артынан қалған оқушылардың машиналары кезектен кезек құлай басталды. Ең ұзаққа созылған ойын осы болды деп айтқаным сол еді, бірақ қатысып ойынан шығып жатқан үшін мен сенің атынан 1000 теңге. Жақсы, сау бол. ал енді келесі кезеңде мына екі сұлу жігітті шақырып бастаймыз. Ал мінекей финалға да жетіп қалдық. 5 оқушы, соңғы тур, бұл финал. 5 адамнан тек қана бір адам ғана 20 000 теңге ұтып алады. Финалда 5 сандық бар, оның біреуінде 20 000 теңге, қалған 4 сандықтың іші бос. Оқушылар бір сандық таңдап алып жайларында отырады. Тек өздерінің сандықтарының ішін қарап, ұтыс кімде екенін табу керек. 5 минут ақылдаса келе бір-біріне дауысқа салады. Ең көп кімге дауыс берілсе, сол оқушы шығып сандығын ашады. Сандықтың іші бос болса, ол оқушы ойыннан шығады. Ал сандықтың ішінен 20 000 теңге шықса, ол оқушы жеңімпаз. Бастаңдар, бір сандықтан алып кетіңдер. Мен бардым да
уақыт бітті. Маған жазды. Барлығымыз дауыс берді. Дауыс санаймын. Жатпаймыз. Нұрасылға бір дауыс. Ақтілекке бір дауыс. Ақтілекке 2 дауыс. Нұрасылға 2-2 болып тұр ма? Ибрахим. Тең дауыс болған үшін оқушылар қайта дауысқа салады. Нұрасыл мен Ақтілек бұл дауысқа қатыспайды. Қалған 3 оқушы Нұрасылға немесе Ақтілекке дауыс беру керек. Нұрасыл бір дауыс. Нұрасыл қалай көңіл-күй? Көңіл-күй қалай? Нұрасыл 2 дауыс. Санықты алып кел. Ол маған жинала ма? Жинала ма? Жинала ма? Ол жағында өзім не қылам, қатысқаным үшін саған мүмкін. Екінші айналымға сандықты қайта араластырып, оқушылар бір сандық алып кетті. Бұл жолы ұзақ талқыламай, қыздардың барлығы Ибрахимге дауыс берді. Екі дауыспен Ибрахим сандығын ашады. Ол сәттілік отсанда бөлінбейді. Жақсы, сау бол. Финал ұзаққа созылып, ешкім белгісі келмеді. Сандықтар қайта араластырып, оқушылар бір сандықты алып кетті. Қыздар әбден шаршады. Себебі ойын өте тартысты өтіліп жатыр. Негізі бұл 3 қыз мектепте араласатын жақсы достар, әрі мектептің белсенділері. Сол себептен актерлік шеберліктері өте жақсы болып, ақша кімде екенін бір-біріне мүлдем білдірмеді. Ал мен қыздардың дауысын жазып алып, өздеріне жариялайын. Кеттік, бірінші дауыс. Мөлдір. Бірінші мөлдір дауыс. Екінші дауыс. Аяри. Сандық Аяри ашады. Сандық Аяри ашады. Қазір Аяри ішінен 20 мың теңге шығатын болса, Аяри жеңімпаз. Жеңімпаз Аяри. Мінекей бүгінгі біздің жеңімпазымыз ол 11 сынып оқушысы Аяри. Құтты болсын Аяри. Ал енді мінекей 3 финалистің қасында тұрмын. Ойын қалай болды, қандай сезімде болдыңдар, кішкене айта кетсеңдер. Ақтілек бастады. Өте күшті. Мен ең соңында Аяри екенін білдім, сол үшін Мөлдірге дауыс бердім. Бірақ Мөлдір Аяриге дауыс беріп, Аяри кетті. Негізі өте қызу ойын болды, прям даже досыңа сенбейсің. Негізі Аяриге сенгенмін. Өте күшті болды, көңіл-күйіміз өте керемет. Рахмет, ойындарыңызға барлығына. Иә, маған да ойын өте қызықты болды. Эмоцияға өте толы болды, қобалжулар болды. Мен басында негізі өзім үйден шыққан кезде алам деп ойлап келген, негізінде ұтамын деп ше. Но бірақ осы жаққа келгеннен кейін жаңағыдай ойлар өзгеріп, жаңағыдай қиын болды. Бірақ сонда да жеңдім. Рахмет сіздерге осындай ойын үшін. Керемет. Қаладағы оңай ойнады десем керек.